Ондық бөлшек тақырыбының бірінші есебі 0,12 қосылған 0,115 жақша ішінде көбейтілген 0,112. Бірінші амал қосу жақшадағы, екінші амал көбейту. Баған бойынша қосамыз. Жетпей тұрған жерге 0 алып қоямыз. 0-ге 5 қоссақ 5, 2-ні 1-ге қоссақ 3, 0-ге 0 қоссақ 0. Мына жерге үтір қоямыз. Бұл жерде ең бастысы үтірдің астына үтірді қою керек. Бірінші амал шықты, екінші осы санды 0,112-ге көбейтеміз. 2-ні 5-ге өтсек 10, 0-ін жазам 1 ойда, 2-ні 3-ге өтсек 6, ойда 7, 2-ні 0-ге өтсек 0, 1-ді 5-ге өтсек 5, 1-ді 3-ге өтсек 3, 1-ді 0-ге өтсек 0. 0-ді өтсеміз, 0-ді 5-ге өтсек 0, 0-ді 3-ге өтсек 0, 0-ді өтсек 0. Енді барлықтарын қосамыз. 0, 7-ге 5, 12, 2-сін жазам 1 ойда, 0-ге 3, 3, 3-ге 0, 3, ойда 1-мен 4. Мына жерде 0 түседі, мына жерде 0 түседі. Енді қарайсыз, 0,135-те 2 саннан кейін өтір қойылған. 0,112-де 2 саннан кейін өтір қойылған. Жалпы неше саннан кейін өтір қойылған? 4 саннан кейін өтір қойылған. Енді 4 сан санаймыз. 1, 2, 3, 4. Мына жерге өтірді қоямыз. Бірақ мына санның соңындағы 0-дің мағынасы жоқ. Алып тастақ болады. Сонда жауап не болады? 0,42. 0,42 бізде Б жауабында орналасқан. Екінші есеп. Алма 1240 теңге тұрады, одан 0,18 кг алдық. Банан 650 теңге тұрады, одан 0,15 кг алдық. Біз жалпы қанша ақша жұмсадық? Істейміз. Алмаға қанша ақша жұмсамыз табамыз. 1 кг 1240 теңге болса, онда 0,18 кг қанша екенін табу үшін бір бөлек өтеміз. 8 4 өтеміз 0, 8 4 өтеміз 32, 2-сін жазам 3 ойда, 8 2 өтеміз 16, ойда 3 пен 19, 1 ойда, 1 8 өтеміз 8, ойда 1 мен 9. 0-ді өтеміз, ол 0 болады барлығы. Сандарды қосамыз. 0, 2, 9, 9, 0. Нарада 1 саннан кейін өтір болғандықтан, біз 1 саннан кейін өтір қоямыз нараға. Сонда жауап, мына 0-дің де мағынасы жоқ, 992. Біз жалпы алмаға 992 теңге құртқан екенбіз. Енді біз 650 теңгеге алған бананның ақшасы табамыз. Сатып алған килограммына көбейтеміз. 4,5-ке. 5 0-ге өтсе 0, 5 5-ге өтсе 25, 5-ін жазам 2 ойда, 5 6 өтсе 30, ойда 2 мен 32. 0-ді өтеміз 0, 0. Қосамыз 0, 5, 2, 3. Енді арасы, мына жерде бір саннан кейін өтір қойылғандықтан, біз де бір саннан кейін өтір қоямыз. Сонда жауап 325. Яғни, алмаға 992, бананы 325 теңге жұмсаған. Бізге жалпы қанша ақша жұмсаған сұрағандықтан, үлкен бір бөлек қосайық. 2-ге 5 қоссақ 7, 9-ға 2-ні қоссақ 11, 1-ін жазам 1 ойда, 9-ға 3 қоссақ 12, ойда 1 мен 13. Сонда жалпы біз 1317 теңге құртқан екенбіз. Бұл бізде А жауабында орналасқан. Үшінші есеп, бізде екі жақша берілген. Алдымен бірінші жақшаның, осы екінші жақшаның көбейтуін, азайтуын, ең соңында екі жақшаны өзара көбейтеміз. Яғни бұл жерде 4 амал бар. Бірінші амалдан бастайық. 0,8 қосылған 0,992. 2-ге 8 қосамыз 10, 0-ін жазам 1 ойда, 0-ге 9 қосамыз 9, ойда 1 мен 10, 0-ін жазам 1 ойда, 0-ге 9 қосамыз 9, ойда 1 мен 10, 0-ін жазам 1 ойда, 0-ге 0 қоссақ 0, ойда 1 мен 1. Үтірін астығаймыз, сонда мына жерде бір бүтін шығады, бірінші амалда. Енді екінші амалда орнасақ, 0,16-ны 5-ге өтеміз. 5-ті 6-ға өтсен 30, 0-ін жазам 3 ойда, 5-ті 0-ге өтсек 0, ойда 3 пен 3. Мына жерде бір саннан кейін өтір қойылған, сонда біз де бір саннан кейін өтір қоямыз. Сонда 3 бүтін шығады. Енді үшінші амал, осы 3 бүтіннен азайтамыз 1,14-ті. 0-ден 4 азайтылмайды, қарсы сұраймыз, 10-дан 4 азайтсақ 6. Қарсы сұрағандықтан 3-іміз 2 болып қалды, 2-ден 1 азайтсақ 1. Сонда болады 1,16. Енді соңғы төртінші амал, бірінші амалдан шыққан 1-ді көбейтеміз 1,16. Санды 1-ге өтсек, сол санды көшіп шығады, яғни бұл жерде жауап 1,16. Ал 1,16 бізде А жауабында орналасқан. Төртінші есеп, бізде осында 3 сан берілген. Алдымен бөлшектің бөліміндегі санға назар аударамыз. Мына ондық бөлшекті бүтін санға айналдырамыз. Яғни 0,100-ден 1,
Нарада өтірденге қанша сан бар? 1, 2, яғни 100-ге көйтеміз. Мына санды 100-ге көйтеміз. 1 болады. Мына санды 100-ге көйтеміз. 10 болады. Мына жақта да бөлімінде 100-ден 2, яғни 100-ге көйтеміз. Мына санды да 100-ге көйтеміз. 0,100-ден 2-ні 100-ге көйтсек 2 болады. 0,100-ден 4-ті 100-ге көйтсек 4 болады. Мына жерде 0,10-нан 2 болғандықтан 10-ға көйтеміз. 10-ға көйтсек 2 болады, мынаны 10-ға көйтсек 20 болады. Енді қараңыз, 10-ды 1-ге бөлеміз 10, 4-ті 2-ге бөлеміз 2, 20-ны 2-ге бөлеміз 10. Енді сандарды өзара қоссақ, 10 қосу 2, 12, 12 қосқан 10, 22. Ал 22 бізде А жағында орналасқан. 5-ші есеп. Бізде осындай сандар берген, алдымен бөліп шығамыз жеке-жеке. Ол үшін істейміз, бөлшектің бөліміндегі сандарға қараймыз, соларды бір плюс айналдырамыз. 0,100-ден 5 сәйкесінше 100-ге көйтеміз. Бөлімінде, алымында. 0,100-ден 5 100-ге көйтсек 5 болады. 0,8 100-ге көйтсек 80 болады. Мына жерде 0,1000-нан 2 сәйкесінше 1000-ға көйтеміз. Алымында 1000-ға көйтеміз. 0,1000-нан 2 1000-ға көйтсек 2 болады. 0,100-ден 1-ді 1000-ға көйтсек 10 болады. Мына жерде 0,126-ны 100-ге көйтеміз, сәйкесінше алымында 100-ге көйтеміз. 0,126-ны 100-ге көйтсек 26, 1,104-ті 100-ге көйтсек 104. Енді сандарды жеке-жеке бөлеміз. 80-ді 5-ге бөлсек 16, 10-ды 2-ге бөлсек 5, 104-ті 26-ға бөлсек 4 болады. 16-тан 5 азайтамыз 11, 11-ге 4 қосамыз 15. 15 бізде Б жауабында орналасқан. 6-ші есеп. Бізде осындай сандар берілген. Бірінші амал көбейту, екінші амал бөлу, үшінші амал азайту, төртінші амал қосу. Осы 4 амал дұрыс шығарсақ, біз дұрыс жауапты аламыз. Бірінші 6,10-ны көбейтеміз 0,132-ге. Екінші көбейтеміз 14, бір ойда, 2-ні 6-ға көбейтеміз 12, ойда 1-мен 13. 3-ті көбейтеміз 21, бірін жазамын, x ойда. 3-ті 6-ға көбейтеміз 18, ойда 2-мен 20. 0-ді 7-ті көбейтеміз 0, 0-ді 6-ға көбейтеміз 0. Енді қосамыз барлығын. 4, 4, 1, 2. Енді өтіріне қараймыз. Мына жерде 1 саннан келе тұр қойылған, мына жерде 2 саннан келе тұр қойылған. Жалпы қанша саннан келе тұр қойылған? Сонда 3 саннан келе. Бізде 3 саннан келе тұр қойымыз. 1, 2, 3. Міне 2,144. Екінші амал 0,165-ті бөлеміз 0,178-ге. Бірінші, мұна үтірін жылжытамыз 2 орынға. Сәйкесінше мұна үтірді 2 орынға жылжытамыз. Яғни бізде жаңа сан пайда болды. 76,5-ті бөлеміз 78-ге. Мұна 0-ге де назар аудармасақ болады. Бірінші 1-ден берейік. 1-ді 78-ге өтсек 75. 6-тан 5 жазсақ 1, 7-тен 7 жазсақ 0. Келесі сан түседі. Келесі сан ол бізде үтірден кейінгі сан. Сондықтан үтірді қойып жібереміз. 15 түсті. 15-дің ішінде 75 жоқ. Сол себепті 0-ден береміз. Және 1-0 түсіреміз. Енді біз 2-ден берсек болады. 2-ні 5-ге өтсек 10, 0-ін жазам 1 ойда, 2-ні 7-ге өтсек 14, ойда 1-мен 15. Азайтсақ 0 бар. Сонда екінші амалдан 1,102 шықты. Енді үшінші амал 15,8-ден азайтамыз 2,144. Мына жерде ескеретін жағдай, үтірдің астына үтірді қоямыз. Мынаған 0-ден қоямыз. Енді азайтамыз. 0-ден 4 азайтылмайды, қарсы сұраймыз. 10-нан 4 азайтсақ 6. Мұнау 9 оқпақ, мұнау 7 оқпақ. 9-дан 4 азайтсақ 5. 7-ден 1 азайтсақ 6. 5-ден 2 азайтсақ 3. Мына жерде 1 түседі. 13 бүтін мұнан 650 шықты. Енді ең соңғы амал 4-ші. Осы санға қосамыз 1,102-ні. Мынада көрінбей тұрған 0 бар. 6-ға 0 қоссақ 6, 5-ге 2-ні қоссақ 7, 6-ға 0 қоссақ 6, 3-ге 1 қоссақ 4, 1 түседі, үтір мына жерде. 14 бүтін мұнан 676. Бұл бізде С жауабында орналасқан. 7-ші есеп.
Бізде осындай амалдар берген. Бірінші жақшаның ішіне орнаймыз. Оның ішінде бөлу, одан кейін азайту, сосын көбейту, сосын ең соңғысы қосу. Бірінші амалдан бастайық. Алдымен істейміз, үтірлерін жұртамыз. Бір орын жұртамыз, сәйкесінше үтірді бір орын жұртамыз. Мұна үтірге назар аудармасақ болады енді. 526,5-ті бөлеміз 39-ға. Бірден береміз 39. 2-ден 9 азайтылмайды, қарсы тұраймыз. 12-ден 9 айтсақ 3. 5-іміз 4 болып, 4-тен 3 айтсақ 1. 13 болып. Енді 6 түседі. 3-тен береміз. 3-9 өтсек 27. 7-сін жазам 2 ойда. 3-ке өтсек 9. Ойдағы 2-мен 11. Азайтамыз. 6-тан 7 азайтылмайды, қарсы тұраймыз. 16-тан 7 азайтсақ 9. 3-іміз 2 болып қалды. 2-ден 1 айтсақ 1. 19. Енді келесі сан ол үтірден кейінгі сан, сол себепті үтірді қойып жібереміз де 5 түсіреміз. Енді 5-тен берейік. 5 9 өтсек 45, 5-ін жазам 4-сі ойда, 5 3-ке өтсек 15, ойдағы 4-пен 19. 195-тен 195 айтсақ 0 қалады. Енді екінші амалға көшейік. Ол бізде 62,165-тен азайтамыз. Жаңа шыққан 13,5-ті. Мына жерде көрінбей тұрған 0 бар. 5-тен 0 айтсақ 5, 6-тан 5 айтсақ 1. Үтір қойып қоямыз. 2-ден 3 азайтылмайды, қарсы тұраймыз. 12-ден 3 азайтсақ 9, 6-мыз 5 болып қалды. 5-тен 1 айтсақ 4. 49,115. Енді үшінші амал. Осыны көбейтеміз 1,4-ге. 4-ті 5-ке өтсек 20, 0-ін жазам 2 ойда, 4-ті 1-ге өтсек 4, ойдағы 2-мен 6, 4 9-ға өтсек 36, 6-сын жазам 3 ойда, 4 4-ке өтсек 16, ойдағы 3-пен 19. Енді 1-ді 5-ке өтем 5, 1-ді 1-ге өтем 1, 1-ді 9-ға өтем 9, 1-ді 4-ке өтем 4. Осы сандарды қосамыз, 0 түседі, 6-ға 5 қоссақ 11, 1-ін жазам 1 ойда, 6-ға 1 қоссақ 7, ойдағы 1-мен 8, 9-ға 9 қоссақ 18, 8-ін жазам 1 ойда, 1-ге 4 қоссақ 5, ойдағы 1-мен 6. Енді үтірлерін жасаймыз. Мына жерде 2 саннан кейін үтір қойылған, мына жерде 1 саннан кейін үтір қойылған. Жалпы 3 саннан кейін үтір қойылған. 1, 2, 3 үтір нарада болады. Мына жерде үтірдің соңындағы 0-дің мағынасы жоқ. Міне жауап шығады 68,181. Енді ең соңғы амал 2,16-ны осыған қосамыз. Үтірдің астына үтірді қойған ұмытпаймыз. Мынада жетпей тұрған жерден 0-ді алаймыз. 1-ге 0-ді қоссақ 1, 8-ге 6 қоссақ 14, 4-ін жазам 1 ойда, 8-ге 2 қоссақ 10, ойдағы 1-мен 11, 1-ін жазам 1 ойда, 6 түседі, ойдағы 1-мен 7 болып. 71,141 шықты. Бұл бізде С жауабында орналасқан. 8-ші есеп 4-тен 5 бөлшегін 10-дық бөлшекке айналдыру. Алдымен біз 4-тен 5 деген бұрыс бөлшекті араласқан айналдырайық. Бұл бізде 1,4-тен 1. Яғни 4-ті 1-ге өтсек 4, оған 1 қоссақ 5 бар. Енді бұны 10-дық бөлшекке айналдыру үшін бізде бөлігінде 10, 100, 1000 деген сандар болады. Біз бұны 10-ға келтіре алмаймыз, бірақ 100-ге келтіре аламыз. Ол үшін бөлімен 25-ке өтеміз. Сәйкесінше алымында 25-ке өтеміз. Сонда 1,4-ті 25-ке өтсек 100, 1-ді 25-ке өтсек 25. 1,100-ден 25. Бұл бізде жай бөлшек түрінде берілген. Енді 10-дық бөлшек түрінде жасақ 1,100-ден 25. Ал бұл бізде Е жауабында көрсетілген. 9-ші есеп шексіз периодты 10-дық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. Бірінші қараймыз, бұл бізде периоды 2 бүтін деп тұр, ол алдында тұрады. Бөлшек саламыз. Бөлшектің бөліміне мына жерде жақшаның ішінде қанша сан бар, сонша 9 жазамыз. Қанша цифр бар, сонша 9. Мына жерде бір ғана сан, міне 1 9. Енді 9-дан кейін 0-дерді саламыз. Оның қаншасын салатынымызда үтір мен жақшаның арасындағы сан шешеді. Мәрада бір ғана сан болсын, біз бір ғана 0-ді жазамыз. Енді істейміз, үтірдегі санды жақшасымен бірге толық бір жазамыз. Сосын азайтамыз, одан 5-ті. Яғни толық жазып аламыз да шегелеміз мына үтір мен жақшаның арасындағы санды. 2 бүтін тұра береді, 90 тұра береді. 53-тен 5 азайтсақ 48 болады. 90 мен 48 қысқарады, нешеге қысқартсақ болады? 6-ға қысқартайық. 48-ді 6-ға бөлсек 8,
90-ды 6-ға бөлсек 15. Сонда 2,15-тен 8 бар. Бұл бізде Б жауабында көрсетілген. 13 есеп. Бізде осындай сандар берілген. Алдымен бұл сандарды ішіне ондық бөлшегі де бар. Бұрыс бөлшекке айналдырайық. 2-ден 1. Бізде ол 2-ден 3 болады. Себебі 2-ні 1-ге өтсек 2, оған 1 қоссақ 3. Көбейтілген 3-тен 3-ті 2-ге өтсек 6, оған 2-ні қоссақ 8. Көбейтілген 0,136-ны 100,36 деп жазсақ болады. Бұлар өзара қысқарады. 4-ке қысқарып жүреді. 36-ны 4-ке қысқартсақ 9, 100-ді 4-ке қысқартсақ 25. Болады 25-тен 9. Қай жерге 25-тен 9 деп қоямыз. Келесі 0,6. Оны біз 10-дан 6 деп жазсақ болады. Немесе 2-де 2-ке қысқарады. 3, 5 болады. 5-тен 3. Қай жерге 5-тен 3 дейміз. Көбейтілген 2,4-тен 1. Біз 4 жазып қоямыз. 4-ті 2-ге өтсек 8, оған 1 қоссақ 9. Көбейтілген 3 тұра береді. 3-ті 1-ге өтсек 3, оған 1 қоссақ 4. Енді қысқарту жұмыстарын жасай берсек болады. 3 пен 3 қысқартамыз 1, 1. 2 мен 8 қысқартамыз 1, 4. Басқа қысқаратын сандар жоқ. Яғни 4 көбейту 9 қалады, астында 25 қалады. Келесі 4 пен 4 қысқарады 1, 1. 3 пен 3 қысқарады 1, 1. Басқа қысқаратын сандар жоқ. Алымында 9 қалады, бөлімінде 5 қалады. Енді істейміз. Мына 25-тен 4 көбейту 9-ды бөлеміз 5-тен 9-ға. Немесе бірінші бөлшек қалай береді? Сол күйі көбейту деймізді, екінші бөлшектің орнына ауыстырамыз. 9 бөліміне 5 алымына көтереді. Осы жерде қысқарту жұмысы жасаймыз. 9 мен 9 қысқарады 1, 1. 25-тен 5 қысқарады 1, 5. 4-ті 1-ге өтсек 4 болады, 5-ті 1-ге өтсек 5 болады. 5-тен 4. Бұл бізде жай бөлшекпен көрсетілген. Тақырып ондық бөлшек болғасын, біз бұны ондық бөлшекке айналдырайық. Яғни 2-ді 2-ге өтеміз. 10-нан 8 болады. Немесе 0,8. Бұл бізде Е жауабында көрсетілген. 11-ші есеп 4,283 санын ондық үлеске дейін дөңгелектеу керек. Қараңыз. Бұл бізде ондық үлес, бұл бізде жүздік үлес, бұл бізде мыңдық үлес. Үтірден кейін бірден ондық үлес бастап кетеді. Осыған дейін дөңгелектеу керек. Бұл санның өзгеретінін немесе өзгермейтінін келесі сан шешеді. 8. Егер бізде 5-ке дейін болса, мысалы 0, 1, 2, 3, 4 болса, сан өзгермейді. Сол күйі қалады. Ал 5, 6, 7, 8, 9 деген сандар кездессе, онда бір санға артады. Мына сан бір санға артады деген қатардан орналасқандықтан, мына екіміз бір санға артып 4,3 болады. Бұл бізде С жауабында көрсетілген. 12-ші есеп. Бізде 25-тен 17 бөлшегі берілген. Осыны ондық бөлшекке айналдырамыз. 25. Яғни біз бұны бөлімінде 10 я 100 болу үшін 100-ге айналдырсақ тиімдірек. 4-ке өтейік. Екі жағында. 25 4-ке өтсек 100. 17-ні 4-ке өтсек 68. 100-ден 68. Ондық бөлшектерін жазсақ 0,168. Ал бұл бізде А жауабында көрсетілген. 13-ші есеп. Шаштараз бен дүкеннің арасы 3,8 км. Оның 8-ден 5 бөлігі саябақ арқылы өтеді. Сұрақ, саябақтың ұзындығын табу керек. Бірінші біз 3,8 км-ді метрге айналдырайық. 1 км-де 1000 метр бар. Енді біз 3,8-ді көбейтсек 1000-ға, қараңыз, 100-ге көбейтсек не болады? 2 түр жылжиды. 1, 2. Енді 10-ға көбейтсек тағы бір 0 тіркеледі. Сонда дүкен мен шаштараздың арасы 3080 метр екен. Енді біз осы 3080-ні саябақтың алып тұрған бөлігін табамыз. Яғни 8-ден 5-ке көбейтеміз.
Аса көрмей тұрған 1 бар. Екеуі де 8-ге қысқарады. Мынау 1. 3080-ді 8-ге бөлсек. Мына жерде 3-тен береміз 24. Азайтамыз. 0-ден 4 азайтылмайды. Қарсы сұраймыз. 10-дан 4 азайтсақ 6. Мына 3-іміз 2 болып қалды. Енді 8 түседі. 8-ден береміз 64. 8-ден 4 азайтсақ 4 болады. 0 түседі. 5-тен береміз. 8-ден 3 кетсек 40. Азайтсақ 0 қалады. Яғни 385 шықты. Енді істейміз, осы 385-ті 5-ке өтеміз. Бұл 385 саябақты 8 бөлікке бөлген кездегі 1 бөлігі. Сол саябақ 8 бөліктің 5 бөлігін құрайтындықтан 8-ден 5 бөлігін біз 5-ке көйтеміз. 5-ті 5-ке көйтсек 25, 5-ін жазамын 2 ойда. 8-ді 5-ке көйтсек 40, ойда 42, 2-ін жазамын 4 ойда. 3-ті 5-ке көйтсек 15, ойда 4 пен 19. Болады 1925. Яғни саябақ ұзындығы 1925 метр. Бұл бізде Д жауабы. 14-ші степ. Осындай амалдар берілген. Бірінші біз мына ондық бөлшектерді бүтін санға айналдырайық. Яғни алымын нешеге көйтсек, бөлімін де соншаға көйтеміз. 5,6-ны 10-ға көйтсек, сәйкесінше 4,9-ды 10-ға көйтсек. Сонда мына жақта 56, мына жақта 49 болады. 3,3-ді аралы саннан бұрыс бөлшекке айналдырайық. 3-ке көйтсек 9, оған 1 қоссақ 10 көбейтілген. Енді қараңыз, мына жерде 0,18 бар, мына жақта 0,163 бар. Біз былай жасайық, 100-ге көйтейік. 0,163-ті сәйкесінше 0,18-ді 100-ге көйтеміз. Мынаны көбейтсек 100-ге 63 болады. Мына жерде 100-ге көйтсек 1,18 болады. Мына 5,3-тен 1, ол бізде 3-тен 5 3 көйтеміз. 15, оған 1 қоссақ 16 болады. Енді осы жерден қысқарту жұмыстарын жасасақ болады. Мысалға 63 пен 49 қысқарады. 7-ге 67-ге бөлсек 9 болады. 49 7-ге бөлсек 7 болады. 9 бен 3 қысқарады. 9-ды 3-ке бөлсек 3, 3-ке бөлсек 1. Енді бөлшектің алымында 56 көбейту 10 көбейту 3 қалды. Енді бөлімін қарайық. 7 көбейту, 1,8-ді 1,8 десек болады. 10 мен 8 қысқарады 2-ке. 4, 5 болады 1,5-тен 4. Немесе 5-тен 9. 5-ті 1-ге өтсек 5, оған 4 қоссақ 9. Мына жерде 5-тен 9 болады. Көбейтілген 3-тен 16 болады. 9 мен 3 қысқарады. 3 болады, мына 1 болады. Енді ары қарай 56 көбейту 10 көбейту 3. Яқты 7 көбейту 3 көбейту 16 бөлінген 5. Енді істейміз біз. Мына 56 көбейту 10 көбейту 3-ті бөлеміз мына санға. 7 көбейту 3 көбейту 16 бөлінген 5-ке. Немесе мына бөлшек тұра береді. 56 көбейту 10 көбейту 3. Мына көбейтуге айналдырамыз да орнына ауыстырамыз. 5 алымына, мына 7 көбейту 3 көбейту 16 бөлінбейді. Мына астында көрінбей тұрған 1 бар. Енді қысқарту жұмыстарын жасасақ болады. 3-ті 3-ке бөлеміз. 1, 1. 56 мен 7-ні қысқартамыз. 1, 8. 8 мен 16-ны қысқартамыз. 1, 2. 10 мен 2-ні қысқартамыз. 1, 5. Сонда бізде алымында 5 көбейту 5 қалады. Бөлімінде 1-лер қалады. 5-ті 5-ке өтсек 25, 25-ті 1-ге бөлсек 25 болады. Бізде осы есепте 25 шықты. Бұл бізде Е жауабы. 15-ші степ. Бізде тағы да периодты бөлшек берген. Біз бұны жай бөлшекке айналдырамыз. Бірінші 0 бүтін, сондықтан бөлшектің алдында ештеңе жазылмайды. Жақшаның ішінде қанша сан бар екенін қараймыз. 16, яғни 2 цифрдан құралған, сондықтан 2, 9 жазамыз. Жақша мен үтірдің арасында қанша цифр болса, сонша 0 қоямыз. Яғни 5 деген жалғыз цифр, сондықтан 1 0 қоямыз.
Ал алымын жазу үшін бірінші саны толығымен жазамыз, 516. Одан азайтамыз, мына үлкен мен жақын арасында санды 5-те яғни. Бізде сонда 990-нан 516-дан 5 сызсақ 511 бар. 990-дан 511 деген бізде Д жауабында көрсетілген.